Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сүттен жасалған өте жұмсақ әрі хош иісті пряник дайындаймыз. Дайындалуы өте оңай, ал дәмі бала күнінің тәтті естелігіндей. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, оның үстіне қантты қосып, жақсылап қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Оның үстіне сұйық майымызды және сүтімізді құйып, тағы да араластыратын боламыз. Оның үстіне жарты шай қасық тұзымызды, жарты шай қасық нан содамызды қосып, көпіршігенше жақсылап араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды және ванилинімізді салып, осылай араластырып аламыз. Енді ұнды 2-3 бөлікке бөле отырып, осылай араластыратын боламыз. Бірінші венчиктің көмегімен араластырамыз, кейін қолға жабыспайтындай осылай қамыр илеп аламыз. Жақсылап июі қанғанша қамыр илеп, осылай бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін кішкене ұнды сеуіп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Қатты қалың емес, жұқа емес етіп жайып алдық. Енді арнайы формамен осылай дөңгелек етіп кесіп шығатын боламыз. Барлығын осылай дөңгелек етіп кесіп алдық. Енді формамызға осылай барлығын салып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Енді пряникіміздің бетіне жағатын кремін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ақуызы, қантымызды және лимон согын қосып, осылай миксермен 2 есе көпіршігенше осылай араластыратын боламыз. Енді ыстықтай осылай пряникіміз пісіп шыққан күйінде кремімізге араластырып алатын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін осылай ыдысқа салып, кішкене кремі қатқанша күтеміз. Мінекей біздің сүтті пряникіміз дайын болды. Жұмсақ, хош иісті және өте дәмді болып шығады. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.